Қамыры өте үлпілдеп тұрған, жұмсақ, арасында тартылған еті бар нан пісірдім. Духовкада піседі. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Осылай жасап едім, бір шай ішкенде бәріміз отырып жеп қойдық. Сіздерге де ас болсын. Бізге керегі 1 стакан жылы сүт, бөлме температурасындағы, 1 стакан су, 1 жұмыртқа, кішкене сары майдан қосып жіберіңіздер, қант, тұз салып, үстіне дрож сеуіп, ұнымызды салып, жақсылап тұрып, салмақ түсірмей, қамырды иілеп, жарты сағатқа ашытуға қалдырдым. Ол ашайым дегенше тартылған етке жуамды молырақ қосып, зира салып, дайындап қойдым салмасын. Мінекей қамырымыз үлпілдеп, жарты сағат ішінде ашыды. Енді осыны бірдей бөліктерге бөлдім. Менен 4 дана шықты. Осылай бөліп алғаннан кейін ұнның көмегімен дөңгелетіп аласыздар осылай. Енді осыны әр түрлі формада істесеңіздер болады. Мен 2 түрлі қылып дайындадым. Біріншісі, осылай жұмсақ қамырымызды дөңгелетіп аласыздар. Арасына жаңағы салмасын салып, шиыршықтап орап аламыз. Орап алынғаннан кейін шеттерін түйіп, дәл ортасынан бөліп, видеодағыдай осылай басып аламыз дөңгелетіп. Мінекей. Осылай қолдың көмегімен жаясыздар. Екінші тағы да осылай жайып аласыздар дағы. Салмасын дәл видеодағыдай осылай жаймай, тек осылай ұзынан ұзақ тартылған етімізді салып аламыз. Одан кейін осылай рулет құсатып, орап, оның да жиектерін бүріп, осылай біріктіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 35 минуттай шамамен, енді ол духовканың қызуына байланысты қарап отырыңыздар. 200 градуста мен пісіріп алдым. Бетіне кунжут сеуіп жібердім. Енді қамыры деген жұмсақ, әдемі болып шыққан. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Instagram парақшамда да Әлден Гаухар .91.91 десеңіздер, менің Инста парақшам шығады. Сонда да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман есендікте жолығайық.